Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен медовик торттың рецептімен бөлісемін. 300 грамм балымызды су буында ерітіп аламыз. Балды салғаннан кейін ас содасын салып бірден араластырып отыруымыз қажет. Бал мен сода араласып процеске түседі, яғни көпіршиді. Бұл процесс біраз уақытты алуы мүмкін, бірақ өте дәмді, керемет жұп-жұмсақ торт шығады. Бал мен соданы біраз араластырып көпіршігеннен кейін сары май салып араластырамыз. Осындай сары түс болғанға дейін балымызды жақсылап араластырамыз. Енді басқа ыдыста 180 грамм қантымызды 4 дана жұмыртқаның үстіне салып араластырамыз. Миксердің көмегімен жұмыртқа массасы 2-3 есе ұлғайғанға дейін араластыруымыз қажет. Енді ерітілген балымызды құямыз. Енді ұнымызды салып, қоймалжың, сұйықтау қамырымызды дайындаймыз. Пергамент қағазын алдын ала осылай дайындап аламыз. «24 диаметрде пісірсеңіз 8 корж, немесе 22 диаметрде пісірсеңіздер 10-12 корж шығады. Әр коржға 4-5 қасықтан салсаңыздар болады. Міне біздің жұп-жұмсақ корждарымыз дайын. Тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасында еріп тұрған майымыздың үстіне сгущенкамызды салып, миксерлейміз. Енді осылай кремімізді тортымызға жағып шығамыз. Осылай корждардың бетіне сеуіп шығамыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, керемет торт шығатынына сенемін. Сіздермен болған Айгерім. Пікір жазып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.